Сәлем достар, менің есімім Рустем Ермекбай, мен Сабыржан Айрин отандық киім брендінің негізін қалаушысымын. Бүгінгі сабақ брендті қалыптастыру және бизнесті бастау тақырыбында болады, сондықтан кеттік. Кәсіпкерлік жолымды мен бірден киім брендінен бастаған жоқпын. Басында алғашқы бизнес идея мүлдем басқа болған, ал енді сол жайлы қысқаша бір айтып өтейін. Менің алғашқы кәсібім ағылшын тілі курсы болатын. Сол кездері мен бизнес жоспар не екенін білмейтін едім және мынандай бизнес жоспар жасауға уақытымды да жаратқым келген жоқ. Жалпы бизнесті бастап кету маған біраз қиын болды. Басында өйткені қорқыныш бар, күмән бар, ары қарай не болады деген ой болады. 1,5 жылдай мен жұмыс жасадым бір қонақ үйде. Кейін үйленген соң бір күннің ішінде жұмыстан шығып, мен ағылшын тілі курсын 3 айдың ішінде жетік меңгеруге болатын бір әдістемен жасап, оны 100 теңгемен ашқан болатын. Ал мен ағылшын тілі курсымен 7 ай ғана айналыстым. Ол курстың құны 1 айлық 15.000 теңге болатын. Маған біраз қаржы алып келді, бірақ дегенмен 7 айдан кейін мен ол бизнесті сатып, басқа бір бизнеспен айналысқым келді. Мен ағылшын тілі курсын $33,000 саттым. Ал $20,000 мен жер алдым 2, сосын $3,000 мен отбасыма жараттым. Ал қалған $10,000 риэлторлық бір компания ашамын деп ашып, оны ары қарай жүргізбей банкрот болып, солай ақшасыз қалдым. Яғни жаңа бизнес бастауға кейін ақша болған жоқ. Өздеріңізге белгілі, кез келген бизнес ең бастысы идеядан туындайды. Сол көпшілік идеяны қайдан тапсам болады, қай жерден іздесем болады деген сұрақтарды қойып жатады. Ал негізінде ол идеяның барлығы біздің айналамызда жатыр. Егер соны көре білетін болсақ, соны байқай білетін болсақ, ол идея табу проблема емес. Енді мен өзім мысал ретінде айтатын болсам, 2014 жылы қаржы болмағандықтан тіпті жаяу жүрген кездерім көп болды. Сол жаяу жүру арқасында мен көптеген ресторан, кафе, мекемелерге қарап, билбордтарға қарап, бір әдемі сөздер, бір қазақи оюларды іздеп, сол идеяның менің келесі бизнесті бастауыма бір себебін тигізген сияқты. Шын айтқанда, Сабыржан Айрин брендінің тууына қарапайым бір оқиға себеп болды. 2015 жылы менің қызым Сабыржан Айрин 1 жасқа толған кезінде біз отбасымызбен Микки Маус бейнеленген жейделерді киіп, отбасылық бір фотосессияға бардық, жануарлар саябағына. Сол жерде фотосессия кезінде көптеген адам маған артқа қарап бізге сүйсініп, таңғалып отырды. Сол жерде маған идея келді. Не үшін осы Микки Маустың орнына біздің қазақи оюмен бейнеленген, немесе қазақи нақыштармен, немесе нақыл сөздермен бейнеленген бір жейделер шығармасқа деген ой келді. Сол қарап отырсаңыз, жаңа айтқанымдай, идея айналамызда көп, тек қолдана білсеңіз болды. Қазіргі таңда Сабыржан Айрин холдингінде 5 компания бар. Қарап отырсаңыз, кез келген компанияны мен бастайтын кезде ең алдымен бизнес идеяны тексерем. Ол бизнес идея ары қарай жүріп кете ме, жоқ па? Барынша ақшасыз немесе аз ғана ақшамен сол бизнес идеяны тексерем. Басында қалай болды? 4 дизайн прототипін жасадық. Хан-ханшайым, тұмар-тұмарша, because I'm қазақ, қазақ елі деген дизайн прототипін жасап, айналамдағы достарыма көрсеттім. Олар қатты ұнатты және ол өнімдер сұранысқа ие болды. Сұранысқа ие болғаннан кейін мен бұл бизнес ары қарай жүріп кететініне уже күмәнім болған жоқ. Және екінші мәселе, ақша құйып, цех ашуды ойластырдық. Яғни гаражда 50 шаршы метр аз ғана ақшамен 3 ескі тігін машинасымен біз бұл бизнесті бастап кеттік. Содан соң мен өз киім брендімді бастап, үлкен бизнеске алғашқы қадамымды тастадым. Ал киім брендінің негізі өзінің ерекшелігі болуы тиіс. Біздің қандай ерекшелігіміз бар деп сұрасаңыз, ол қазақи ою нақыштарда. Біздің әрбір отбасыға арналған жейделерімізде, спорттық киімдерімізде, жалпы киімдерде қазақтың оюы, нақыл сөздері, нақыштары белгіленген. Ал не үшін қазақи ою өрнекті таңдады деп сұрасаңыз, ол негізі менің
отбасымның тарихымен байланысты. Мен Өзбекстанда туып өстім, Қазақстанға 18 жасымда оралған болатын. Ал келіншегім есе Моңғолияның қазағы. Біздің қазақи ою өрнекке махаббатымыз негізі сол кішкентай кезімізден бері қазақтың ою өрнегін, нақыштарын аздап көрдік және жырақта өмір сүргеннен біз махаббатымыз мол болды. Қазақстанға келген кезде Қазақстанда қазақи нақыштағы заманауи киімдер аз болғандықтан және оның сұранысқа ие болғандықтан біз осы нишаны таңдадық. Менің ойымша кез келген бизнесті жақсы дамыту үшін бірнеше ережелерді білу қажет. Бірінші, ол өнімнің сапасы мен бағасына мән беру қажет. Екінші, ол басқалардан ерекше болу қажет. Үшінші, тұтынушылардың таңдауына мән беру қажет. Міне осы қарапайым үш ережені есте сақтайтын болсаңыздар, кез келген бизнесті дамыта аласыздар. Ал осымен сабақ бітті. Келесі кездескенше үй тапсырмасын орындауды ұмытпаңыздар.